18 миллион 600 мың теңгеге Алматыға дейін мынаны алдырып алсам өлім ба? Мен ол көлік жайлы емес, дәл мына көлік туралы айтқым келді. 2025-тің бірінші айында жарық көрген 2,5 литр қозғалтқышымен бар жоғы 4100 км жүрілген Hyundai Grandeur Карстердің бизнес классы. Өздеріңіз бір шолып шығыңыздар. Соңғы үлгідегі бұл автокөліктерді басқару тіптен қиын емес. Көліктің айналасының барлығы камера. 360. Сондай-ақ рөліне келетін болсақ, круиз-контроль, мультимедиа управление, бізде дистроника, сондай-ақ удержание полосы. Барлығы бар ғой. Ештеңе қамаған, бәрін қосып тастаған. Проекция лобовое стекло, климат-контроль, 3 зоналық. Скорость селекторының өзін четко істеген ғой, алдыға бұрасаң, алдыға жүресің. Артқа бұрасаң, артқа жүресің, ортасын бассаң, орныңда қадаласың ғой. Климат-контроль дисплеймен жүзеге асады, подогрев, обдув барлығы бар, сондай-ақ беспроводная зарядка, 2 подстаканникке орын бар, сондай-ақ заводской өзінің видеорегистраторы, аудиоакустика бізде Bose. Не деген комфортно, сатып атқан адам өзіне мынау көлік ұнамағаннан емес, просто өзін недостойный сезінгеннен кейін сатып атыр ау. Оңтүстік Кореядан көлік алдырғыңыз келсе, сенімді сапалы қызметпен қызмет көрсететін Байкарс компаниясы. Хабарласыңыздар, 24/7 байланыстамыз.